Әке, осы бір ауыз сөздің қандай құдіреті бар десеңізші. Болмыс бітімімен, қабілет қасиетінен үлгі өнеге болатын әкенің орны қашан да биікте. Тең келмейтін алтын да еш қолдағы, өзің едің әке үйдің зор бағы, жарық берер айымыздай көктегі, болушы едің жанымыздың қорғаны демекші. Біз бүгін аяулы әке, қамқор бауыр, ардақты тұлға Алин Мұхаммед Амин Ысқақұлын еске алатын боламыз. Құйрықты жұлдыздай жарқ етіп, жалын атып, жарқырап өтті деген теңеу кез келген адамға қолданыла бермесі сірә анық. Мұхаммед Амин Ысқақұлы дәл сондай жарқыраған тұлға еді. Ол 1957 жылы 13 мамыр күні Баянауыл ауданында дүниеге келген. Руы арғын, қаржас сатылған. Кішкентайынан зерек аңғарымпаз болып өскен біздің әкеміз үлкен кішіге бірдей мейірбан жан болды. Қазақтың өзге балалары секілді 50-ші жылдары дүниеге келген ұрпақ арманшыл, еңбекқор болды десек, артық айтқанымыз емес. Себебі соғыстан кейін Совет үкіметі шаруашылығын қайта жандандырып жатты. Жер-жерде еңбек, өндіріс жанданып жатты. Міне, жаңа өмірді бастау кезеңі балалық шағына тура келген біздің әкеміздің өсу, балалық шақтары дәл осындай қиындығы мен жеңілдігі қатар келген заман еді. Әкесі Алин Ысқақ Нұрғалиұлы 46 жыл мектеп директоры лауазымында болған кісі. Білім мен тәрбиені ұштастыра білген білімді тұлға ретінде танылған. Кезінде атамыз Қазақстанның құрметті ұстазы деген мәртебені де иеленді. Анасы Алина Камиля Дайырқызы мектепте кітапханашы лауазымын атқарған. Талай кітаптың қыр-сырын, методикасын меңгерді. Балалардың білім зейіні ашылып, кітап оқуына үлес қосты. Бір ана бір әкеден тараған Мұхаммед Аминнің туған інісі Амин қазір 65-ті еңсерді. Есімдері ерекше екі ағайынды отбасында ата-анасына қолғабыс жасап, тату-тәтті, іні-аға қарым-қатынасының тамаша үлгісін көрсете білді. Әкеміз 1974 жылы Жаңатілек орта мектебін тәмамдаған. 1974 жылы Қарағанды медициналық университетіне түсіп, 1980 жылы бітіріп, санитарлық дәрігер мамандығын алған. Адамның өмірі жүріп өткен жолдармен, атқарған қызметтермен өлшесек, онда оның өмір баянын да ұмытпауымыз тиіс. Мұхаммед Амин Ысқақұлы өзінің ғұмырлық қызметтік жолында үлкен жетістіктерге жеткен адам. Мәселен, 1974 жылы Қарағанды медициналық институтына түсіп, оны 1980 жылы бітіріп, санитарлық дәрігер мамандығын алған. Ең алғашқы қызметтік табалдырығы 1980 жылы Баянауыл аудандық санэпидемстанцияда басталды. 1983 жылы Баянауыл аудандық санитарлық гигиеналық дәрігер лауазымына ауыстырылды. Бұл жерде 3 жыл жұмыс істеп, 1986 жылы Екібастұз райдистанциясына бас санитарлық дәрігер лауазымына кірісті. 1992 жылы Екібастұз санитарлық профилактикалық лабораториясында санитарлық дәрігер лауазымын атқарған. 1995 жылы ТО Екібастұз көмір санитарлық профилактикалық дәрігер лауазымына тағайындалды. 1996 жылы АО Екібастұз промсервис санитарлық профилактикалық дәрігер лауазымын абыроймен атқарып шығып. 2003 жылы ТО промсервис отан санитарлық дәрігер лауазымын үлкен жетістікпен атқара білді.
2004 жылы СПЛ санитарлық профилактикалық лабораториясына санитарлық дәрігер лауазымына ауыстырылды. 2006 жылы Екібастұздық филиал ТО Казанада санитарлық дәрігер лауазымында еңбек етіп, 2017 жылы Қостанай облыстық СПИД ауруын емдеу және профилактика жасау орталығына дәрігер эпидемиолог лауазымын атқарған. 2020 жылы зейнетке шықты. Бір қызығы қай орта, қай ұжымда қызмет атқармаса да, әкеміздің жарқын келбеті, адами болмысы биік дәрежеде қабылданды. Оған дәлел, ерен еңбегі еленіп, ел үкіметінен де елеусіз қалмады. Біздің әкеміз 2020 жылы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Біртанов Елжан Амантайұлының жарлығымен Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын сақтау ісіне қосқан жеке үлесімен мінсіз адал еңбегі үшін алғыс хатын алған жан. Ол адам баласының жан дүниесін жақсы түсініп, оның білімі мен тәрбиесіне ерекше мән берді. Өзіне кез келген адам болсын, ұжымдас болсын, жанындағы жанның көңіліне қарай біліп, сый құрметпен қарады. Адам жанын түсіну қиынның қиыны. Ол үлкен жауапкершілік. Біздің әкеміз тек кәсіп қызметте де ғана емес, отбасы, туған туыс, дос-жаран таныстарының ортасында да ерекше беделге ие болды. Жан жары екеуі, яғни біздің анамызды сонау туған елінен алыс, бөтен елде кезіктіруде бір хикая. Сөзіміздің басында айтқанымыздай, анамыз бен әкеміз бір-бірін алғаш рет Болгария елінде жолыққан. Бір-бірін алғаш көргенде екі отандас, замандас, жастардың жүрегінде ерекше сезім оянып, сол таныстық үлкен өмірге ұласып, ақыры 1982 жылы 2 айдан кейін отау құрды. Анамыз Қостанай облысы Жетіқара қаласында 1956 жылы дүниеге келді. Руы Қыпшақ. Міне, сол таныстық, сол ғажап өмір 41 жылға созылды. Әлбетте, қамшының сабындай ғана ғұмыр тәтті көрінгенмен, адам мәңгі емес. Келеді, кетеді. Қонақсың бұл жалғанға. Десек те, бұл әулетте 3 баланы дүниеге келіп, бейбітшілік, мейірім, махаббатқа орнаған отбасына айналған Мұхаммед Амин әкемізбен Сәуле анамыз ең бақытты отбасы бола білді десек, артық айтқанымыз емес. Біздің отбасымызда Айым, Айжан, Дінмұхаммед атты ұл қыз тәрбиеленіп өсті. Біз ата-анамызбен мақтанамыз. Олар ұл қызына жақсы тәрбие беріп оқытып, тоқытып, жақсы өнеге көрсетті. Дегенмен өкінішке орай, өмір болған соң қуаныш пен қайғы алма кезек қатар жүретін ақиқат. 2006 жылы 3 қарашада Дінмұхаммед 15 жасында қайтыс болды. Әке мен ана үшін бұл оңай болмағанмен, тағдырдың ауыр соққысын мойымай көтеріп, өмірін жалғастырды. 2008 жылы тұңғыш қыздары қызы Айым тұрмыс құрды. Аялы алақаннан ұзатылып, қазақтың салтымен той жасап, алғаш рет құда-құдағи атанды. Өріс кеңейіп, қуаныштары қойнына симай бір әулетке бір әулет қосылып, жаңа өмір басталып жатты. Осы қуанышты күндері Мұхаммед Амин Ысқақұлы жан жарымен ерекше тебіреністе болғаны жасырын емес. Күйеу балалары Әмен де жаңа ортаға сіңіп, жақсы қарым-қатынас орнады. Мұхаммед Амин әкеміз бен Сәуле анамыз ата-әже атанып, бір марқайып, жиен немерелерінің балдай тәтті қылықтарын көріп, бақытты ғұмырды бастан өткерді.
Үлкен қыздары қазіргі таңда 4 баланың анасы. Балалардың есімдері Жангир, Айша, Адель, Жанель. Сөйтіп жылдар жылжып 2013 жылы екінші қызы Айжан да тұрмыс құрды. Күйеу баланың аты Жақсылық. 3 баланың анасы атанып отырған жайы бар. Балалардың есімдері Алишер, Әлібек, Адил. Құдайға тәубә, ұрпақтар өсіп, көбейіп жатыр. Дегенмен қазақ халқы бала санымен емес, баланың саналы болып өскенімен мақтанатын. Біздің әкеміздің немерелері ақылды, саналы, парасатты ұрпақ болып өсіп жатыр. Адам ұрпағымен мың жасайды деген осы шығар. Тамырын тереңге жайған жаңа өмір, жас ұрпақ ең бастысы. Ата әжелерін ұмытпай, құрмет тұтса, сол емес пе бақыт? Бұл қамшының сабындай қысқа өмірде адам баласының бүкіл болмысын, тыныс тіршілігін кескін келбетін, ғажайып нұрға бөлейтін, жүрек төрінен мәңгі кетпейтін, көңілдің саясын панағайтын екі асыл жан бар. Оның бірі аяулы ана болса, екіншісі ардақты әке. Біздің қанатымыз қатайғанша, бұғанамыз бекігенше аялап мәпелеген аяулы қос шынардың алдындағы перзенттік борышымызды ешқашан өте алмайтынымыз анық. Әрине, тас түскен жеріне ауыр. Қазір арамызда, қасымызда өзі болмаса да, артына жақсы із, жақсы өнеге қалдырған, бірімізге қамқорда мейірбан әке, бірімізге аяулы жар, енді бірімізге аға, жанашыр бауыр, енді бірімізге қолы ашық, жомарт, әрі ең адал, абзал жан болып қала бермек. Әкеміздің жасаған еңбегімен адам баласына жасаған жақсылығы ешқашан өшпейді. Оның есімі ұрпақтарымен туған туыс, жақын адамдардың жүрегінде алтын әріптермен сақталады. Қысқа ғұмырында жарқын келбетімен есте қалған Әлин Мұхаммед Амин Ысқақұлының жаны жәннатта, рухы пейіште шалқысын. Ұрпақтарының атынан мың тағзым сізге, әке.